Assalamu alaikum, hürmetli brifing qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 жылы 9 dekabrdagi paxtachilik ham g'allashlikda hasildorlikni asыру uchun jo'xori natijali intensiv agrotexnologiyalarni qo'llovning qo'shimcha ish ilojlari haqidagi PQ 370 sonli qarori qabul qilingan. Qabul qilingan qarorlarga tekrarlanib, Qoraqalpog'iston Respublikasida 2026 yil ziraati uchun 80 000 gektar maydonga paxta егілуі rejalashtirilgan bo'lib, o'sha maydonlarning 21 400 gektarında Şinjun usulunda егіп жетістіру belgilengan. Бүгінгі күнде o'sha maydonlarning 71 618, ya'ni 89.5% maydonlarında paxta егіске жер tayyorlanib, 69 455 gektar, ya'ni 86.8% maydonlarında paxta егіс жұмыслары алып барылды, hamda қалған майданларда егіс жұмысларын қысқа мүдdetlerde жұмақлау бойынша барлық ilojlar көрілмекте. Биылғы paxta егіс маусымында жамы 346 paxta егу отрядтары түзіліп, осы отрядтарға 15 590 дана техника һәм агрегатлар біріктірілген болып, осы техникалар жәрдемінде егіс жұмыслары нәтижелі жұмыс алып бармақта. Сондай-ақ биылғы жыл зираты үшін фермер һәм ауыл қожалық карханаларының тикарғы майданларының 33 290 гектар майданларына, соннан 14 550 гектарына сабзават, 11 500 гектарына палыз һәм 7 240 гектар майданларына картошка егу rejalashtirilgan болып, бүгінгі күнде жамы 26 585 гектар, яғни 79.9% майданларында, соннан 14 491 гектар майданда сабзават, 10 377 гектар майданларға палыз, hamda 1717 gektar maydonlarga kartoshka yegish жұмыслары алып барылды, hamda бұл ilojlar davom etmekte. Bundan tısqары 2026 жыл zirati үшін 62 000 gektar maydonlarda g'alla егіліп tarbiyalanmoqda. Осы майданлар толығымен өніп шыққан болып, бүгінгі күнде 59 744 гектар найшалау фазасында, hamda 256 гектары масақлау, яғни баслау фазасында раважланбақта. G'alla майданларын азотлы минерал төгілдер менен азықландыру мақсатында гектарына орташа 200-300 килограмм есабынан 2 мәрте толық азықландыру жұмыслары алып барылды. Hamda бүгінгі күнде 36 618 гектар майданларында 3-ші азықландыру жұмыслары әмелге асырылмақта. Bundan басқа да g'alla майданларына гектарына орташа 5 тоннадан жамы 310 000 тонна жергілікті қи шығару rejalashtirilgan болса, қазіргі уақытта 385 000 тоннадан артық қиларды дала басыларына шығару жұмыслары әмелге асырылды. Hamda осы майданларды шербет ұсылында суғару мақсатында 5 гектарға 1 данадан жамы 12 400 дана қандек уралары қазылды. Һәм бүгінгі күнде 44 642 гектар майданларда, яғни 72% майданларда бірінші суғару жұмыслары әмелге асырылды. Және де g'alla майданларында суспензия ұсылында жапырақтан азықландыру жұмыслары бір мәрте толығымен әмелге асырылған болып, екінші мәрте азықландыру жұмыслары 57% майданларда әмелге асырылды. Hamda бұл ilojlar davom etmekte. E'tiborlaringiz uchun rahmat.